Төкең әңгімесін осы жерге келгенде тоқтатты. Даусы қарлығып, көзі бір нүктеге қадалып қалды. Үйдің ішін өлі тыныштық басты. Шай суып қалған, бірақ ешкім соны байқар емес. Мен де үндемедім. Не айтарымды білмейтін сәт болады ғой. Мынау сондай сәт еді. Кейін не болды? Дедім ақырын ғана. Төкең ауыр күрсінді. Кейін бәрі тып тыныш болғандай көрінді. Бірақ сол тыныштықтың ішінде айғай бар екен деді ол. Әйелін сол күнақ төркіндетіп жіберген. Бір түнде қалмайсың депті. Киім кешегін асығыс жинап, балалардың суреттерін құшақтап тұрып, жылаған күйі есіктен шыққан. Балалар лагерден келгенде аналары жоқ. Үйдің іші суық, әкелерінің көзі бөтен. Балаларға не дедіңіз деп сұрадым. Аналарын біраз уақытқа кетіп қалды дедім. Бірақ бала бәрін сезеді екен. Үлкені түнде жылап шықты. Кішісі, мама қашан келеді деп қайта-қайта сұрайды. Сол кезде Төкен жыдырығын түйіп алды. Сол кезде өзімді адам санатынан шығып қалғандай сезіндім. Көршілер бастапқыда шулады. Бірі аяды, бірі іштей қуанды. Кейбіреуі әйелін жамандады. Кейбіреуі Төкеңді кінәлады. Ал Төкең болса күнде бірдей жұмысқа барып, бірдей қайтып жүрді. Бірақ бұрынғы Төкең емес. Үйдің ішінде әйелдің иісі қалып қояды екен деді ол кенет. Халаты ілулі тұр. Шашының бір талын жастықтан тауып аласын. Сонда жүрегің біреу қолымен мыжыт тастағандай болады. Бір апта өтті. 2 апта өтті. Әйелі бірде-бір рет хабарласпады. Бірақ Төкең оның қайда екенін, кіммен сөйлесіп жүргенін білмей қалған жоқ. Шымкент деген шағын қала ғой, сөз тез тарайды. Бажамше дедім мен. Осы сұрақты күткендей Төкеңнің көзі қарауытып кетті. Ол мен ойлағаннан да төмен екен. Бажам Қызылордаға қайтып кетпепті. Шымкентте жүрген. Бір танысының пәтерін паналапты. Ал ең сорақсы, Төкеңнің әйелімен байланысын үзбеген. Бір күні жұмыстан ертерек шықтым. Өзінде білмей сол жаққа тарттым деді Төкең. Жол бойы барма деп өзіме өзім айтып келем. Бірақ аяқ тыңдамайды екен. Көрсетілген мекен жайға келіп, подъездің алдына тоқтаған. 3-ші қабатта жарық жанып тұр. Терезенің пердесі жартылай ашық. Сол жарықтың артында менің әйелім отырғанын сездім, деді ол сыбырлап. Кірмепті, айқайламапты. Тек сол жерде ұзақ тұрып қалған. Сол сәтте ішінде бірдеңе үзіліп кеткендей болған. Мен сол түні шешім қабылдадым, деді ол. Бұл өмірде бәрін кешіруге болады екен, бірақ өз намысынды кешіре алмайды екенсің. Осыдан кейін Төкең ажырасуға құжат тапсырған. Әйелі қарсы болмапты. Тіпті тез келіскен. Сол нәрсе Төкеңнің жанын одан сайын ауыртқан. Демек бәрі баяғыда біткен екен, деді ол. Бірақ бұл оқиғаның соңы емес еді. Арада бір ай өткенде Төкең күтпеген жерден хабар алды. Бұл хабар бүкіл әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді. Төкең сол хабарды естіген күні түн ұйықтай алмапты. Телефонына келген хабарлама қысқа ғана болған. Сөйлесуіміз керек, балалар үшін, мен келемін. Хабарламаның астында әйелінің аты. Сол сәтте жүрегім бір түрлі болды, деді Төкең. Ашудан ба, сағыныштан ба, әлде жиіркеніштен бе ажырата алмадым. Ертесіне кешке әйел келді. Бұрынғыдай сәнденіп емес, басы байлаулы, жүзі солғын, көзінің асты көгерген, қолында балаларға келген сөмке. Үйдің табалдырығын аттағанда тоқтап қалды. Бұрынғы үйіне емес, бөтен біреудің үйіне кіріп тұрғандай. Кір дедім. Ол кірді, бірақ төрге өтпеді. Есіктің жанында тұрып қалды. Балаларды көрейін деп едім, деді сыбырлап. Көресің, бірақ алдымен сөйлесеміз дедім. Ол жылады, бірақ баяғыда емес, айғайлап емес, үнсіз. Мен сені жоғалттым Төлеш деді. Бірақ өзімді де жоғалттым. Төкең үндемеді. Мен жаман әйелмін деп ойламаппын, деді ол. Бәрі бірден болған жоқ. Ол мені бірден сүйікті қылған жоқ. Ол алдымен тыңдады. Осы сөз Төкеңнің жанына қатты батты. Сен тыңдамадың дегің келмейді, деді әйел. Бірақ сен жұмыстан шаршап келетінсің. Мен күнде бір үйдің ішінде қалып қоятынмын. Ал ол мені адам сияқты көрді.
Ол, сенің бажаң еді, деді Төкең, алғаш рет даусын көтеріп. Әйел басын төмен салды. Сол үшін өзімді кешіре алмаймын. Бірақ, бәрі бір-ақ сәтте басталып кеткендей болды. Сол түні әйел бәрін айтып берді. Қалай басталғанын, қалай бір сөз, бір хабарлама, бір күлкі, бәрін өзгерткенін. Мен жезөкше болғым келген жоқ, деді ол. Бірақ өзімді бір күні сондай болып қалғанымды кеш білдім. Балалар бөлмеден шығып келді. Анасына жабысып жылады. Сол сәт Төкеңнің жүрегі тағы да екіге бөлінді. Мен сол кезде түсіндім, деді ол. Бұл жерде тек бір адамның кінәсі жоқ екен. Әйел кеткен соң Төкең ұзақ отырды, терезеге қарап. Үйдің іші тағы да тым-тыныш еді. Бірақ дәл сол түні тағы бір хабар келді. Бұл жолы бажамнан. Кездесейік, еркекше сөйлесейік. Олар қаланың шетіндегі ескі кафеде кездесті. Бажам бұрынғыдай сенімді емес, көзі жалтақ, даусы бәсең. Мен сені кешірім сұрауға келдім, деді ол. Төкең күлді. Кешірім бе, деді. Сен менің төсегімді кешіріммен былғадың ба? Бажам үндемеді. Сен менің әйелімді емес, менің өмірімді ұрладым, деді Төкең. Бірақ ең сорақысы, сен оны махаббат деп ойладың. Мен де адаммын, деп бастады бажам. Жоқ, деді Төкең. Адам шекараны білет. Олар төбелеспеді. Айғай болған жоқ. Екеуі де шаршаған еді. Сол түні Төкең соңғы шешімін қабылдады. Ажырасу аяқталды. Балалар әкеде қалды. Әйел алыстады. Бажам өмірден бір жола кетті. Жылдар өтті. Төкең бұрынғыдай емес, бірақ сынбады. Балаларын өсірді. Үндемейтін, бірақ тік жүретін адамға айналды. Кейде ойлаймын, деді ол әңгімесінің соңында. Егер сол күні ертерек келмесем, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Сосын басым шайқады. Жоқ. Шындық бәрібір бір күні ашылады екен. Ал ең қауіпті нәрсе бөтен адамның опасыздығы емес, өзім сенген адамның ішіндегі тыйымның бұзылуы. Ол орнынан тұрды. Мен көршіме емес, өз тағдырыма риза болуды үйрендім, деді. Осылайша Төкеңнің әңгімесі аяқталды. Ал мен сол түні бір нәрсені анық түсіндім. Ересектер драмасы төсекте емес, ол үнсіздік пен кешіре алмауда. Төкең әңгімесін бітіргендей болған, бірақ дәл сол сәтте бір нәрсені айтпай отырғанын сездім. Көзінде бір қорқыныш бар еді. Ашуға ұқсамайтын, ұятқа да ұқсамайтын. Бірақ, деді ол кенет. Бірақ бұл әңгіменің ең ауыры әлі айтылған жоқ. Мен үндемедім. Сен ойлайсың ғой, бәрі сол күні бітті деп. Әйел кетті. Бажам жоғалды. Балалар қалды. Нүкте қойылды деп, деді ол. Ал шын мәнінде бәрі сол күні ғана басталған. Арада 2 ай өткен. Күздің қара суығы. Балалар мектепке барған. Үй біршама тынышталғандай. Сол күні кешке Төкеңе белгісіз нөмірден қоңырау келеді. Төлеш аға, мен сізге бір нәрсе айтуым керек, дейді әйел даусы. Кімсің? дейді Төкең. Мен сіздің әйеліңіз жатқан жерден шықтым. Төкең алғашында түсінбепті. Қалай жатқан жерден? Телефонның ар жағындағы әйел сәл кідіріп. Ол ауруханада, жүйке бөлімінде. Төкеңнің қолынан телефон түсіп кете жаздайды. Қалай? дейді. Ол өзін өлтірмек болды, дейді дауыс. Осы бір ауыз сөз Төкеңнің бүкіл ішін төңкеліп жіберген. Сол түні ол ауруханаға барды. Әйелін көрді. Бірақ бұрынғы әйел емес. Көзі бір нүктерге қадалған. Дауысы жоқ. Жанында психолог. Ол көптен бері күйзелісте болған, деді дәрігер. Бұл бір күннің ісі емес. Төкең сол жерде тағы бір шындықты естіді. Ол өзіне кінәні түгел арқалап келген. Бірақ ең сорақысы, дәрігер даусын бәсеңдетті. Ол өзін жалғыз сезінген. Бұл сөз Төкеңді іштен өртеді. Бірақ бұл да соңғы соққы емес еді. Бір аптадан соң ауруханаға тағы бір адам келді. Бажам. Арықтап кеткен. Көзі шүңірейген. Мен кешірем деп келген жоқпын, деді ол. Мен шындықты айтуға келдім. Сөйтті де бір сөйлем айтты.
Бұл әйелді мен жалғыз бұзған жоқпын. Төкең орнынан тұрып кете жаздады. Не айтып тұрсың? Бажам терең дем алды. Ол сен ойлағандай бір ғана адаммен емес, деді. Ол көптен бері ішінен сынып жүрген. Дәл айт, деді Төкең. Сонда Бажам ең ауыр сөзді айтты. Ол өзін ешкімге керек емес сезінген. Саған да, маған да, өзіне де. Төкең сол сәтте бәрін түсінді. Бұл опасыздық төсектен басталмаған. Бұл үнсіздіктен басталған. Ең қорқыныштысы не екенін білесің бе, деді Төкең маған қарап. Егер ол тірі қалмаса, мен өмір бойы бір сұрақпен қалар едім. Мен оны қашан жоғалттым? Сол түні Төкең алғаш рет жылады. Еркекше емес, іштей емес, дауыстап. Ал әйел аурухананың ақ бөлмесінде төбеге қарап жатты. Ол да жылады. Бірақ көзінен жас шықпады. Өйткені кейбір адамдар жылауды да ұмытып қалады. Төкең сол түні үйіне қайтпады. Аурухананың алдында ұзақ отырды. Суық орындықта. Қолында өшіп бара жатқан темекі. Өмірінде алғаш рет қайда барса да еш жер қауіпсіз емес екенін түсінді. Таңға жуық телефон тағы да шырылдады. Бұл жолы үлкен баласы. Әке, мама өледі ме? Осы бір сұрақ Төкеңнің жүрегін қақ айырды. Жоқ, деді ол. Бірақ өз даусы өзіне сенімсіз естілді. Жоқ, балам. Бірақ бала бәрін сезіп тұр еді. Әке, деді бала, біз бір нәрсені білдік. Нені? Мама біз кеткенде жылайтын. Күнде. Төкең үндей алмады. Ол бізге айтпайтын, деді бала. Бірақ кейде түнде тұрып, ас үйде жалғыз отыратын. Біз көріп қоятынбыз. Төкең сол сәтте ең ауыр нәрсені түсінді. Ол бәрін кеш білген. 2 күннен кейін әйел сөйлей бастады. Даусы бәсең, бірақ анық. Мен сені сатқым келген жоқ, деді ол Төкеңе. Мен өзімді саттым. Төкең басын көтермеді. Мен өзімді әйел ретінде емес, артық жүк сияқты сезіндім, деді ол. Үйдің ішінде жүріп, біреудің өміріне кедергі болып жүргендей. Неге айтпадың, деді Төкең. Айттым, деді ол ақырын. Бірақ сен естімедің. Бұл сөз пышақтай кірді. Сен жаман күйеу болған жоқсың, деді әйел. Бірақ сен үндемейтін күйеу болдың. Төкең көзін жұмды. Ал ол әйел демін алды. Ол мені адам сияқты тыңдады. Сол үшін мен өзімді кешірмеймін. Сосын кенет әйелдің даусы дірілдеп кетті. Бірақ ең қорқыныштысы не екенін білесің бе? Не? Мен сол сәтте бақытты болмадым. Онда не үшін? Өйткені ешкімге керек екенімді сезгім келді. Осы сөзден кейін бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. Бір аптадан соң Бажам табылды. Ол тірі еді. Бірақ өмірі жоқ адам сияқты. Төкең оған қарады да бірден түсінді. Бұл адам өзін өзі өлтіріп қойған. Мен оны жақсы көрмедім, деді Бажам. Мен өзімнің ішкі бос орнымды толтырдым. Сонда не үшін бәрім қираттым, деді Төкең. Бажам жауап бермеді. Еркек болудың ең оңайы біреудің әйелін азғыру екен, деді ол. Ал ең қиыны өзіңмен жалғыз қалу. Ол орнынан тұрып кетті. Менің өмірімде енді ештеңе жоқ, деді. Бірақ сенің өмірінде бар, балаларым бар. Соларды жоғалтпа. Бұл екеуінің соңғы кездесуі болды. Дәрігерлер әйелдің тірі қалатынын айтты, бірақ бұрынғыдай болмайтынын да айтты. Кей адамдар тірі қалады, деді дәрігер, бірақ ішіндегі бір нәрсе өледі. Сол түні Төкең балаларын құшақтап отырды. Әке, мама үйге келе ме, деді кіші баласы. Төкең ұзағын демеді. Сосын, кей адамдарды үйге қайтаруға болады, деді. Бірақ кей адамдарды қайтадан бақытты ету мүмкін емес. Балалар ештеңе түсінбеді. Ал Төкең бәрін түсінді. Ол таңдау жасады. Әйел ауруханадан шыққанда Төкең оны қарсы алды, бірақ үйге апармады. Мен сені жек көрмеймін, деді ол. Бірақ мен сені құтқара алмаймын. Әйел жылады. Мен сені әлі жақсы көрем, деді ол. Мен де, деді Төкең. Сол үшінде бірге бола алмаймыз. Ол әйелді туған туысына апарып тастады. Сол күні Төкең үйіне қайтып келді. Балалар ұйықтап жатыр. Үй тыныш. Бірақ бұл жолы ауыр тыныштық емес.
Ол терезеге қарап тұрып бір ғана ой айтты. Кейде адамды сүйіп тұрып та тастап кетуге тура келеді. Өйткені бірге қалу екеуін де өлтіреді. Арада 3 жыл өтті. Үй өзгерген жоқ. Сол аула, сол қақпа, сол терезе. Тек бір нәрсе жоғалған, әйелдің ізі. Балалар ер жетті. Әкелерінің даусы сияқты салмақты, бірақ оның көзіндей ауыр емес. Төкең бұрынғыдай таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді. Ешкімге сыр айтпайды. Ешкімнен ештеңе сұрамайды. Бір күні кешке пошта жәшігінде хат жатыр екен. Қолмен жазылған. Аты жөні жоқ, тек бір сөйлем. Мен тірімін. Бірақ сенсіз емес, өзімсіз өмір сүріп жүрмін. Төкең хатты ұзақ ұстап тұрды. Қайта-қайта оқыды. Сосын жай ғана жыртып, қоқысқа тастады. Сол түні ол алғаш рет әйелді түсінде көрді. Әйел күліп тұр екен, бірақ көзінде бұрынғыдай үміт жоқ. Мен сені кешірдім, деді әйел. Мен де, деді Төкең. Онда неге жүрегің әлі ауыр, деді әйел. Төкең жауап бере алмады. Сол сәтте әйел бір ауыз ғана сөз айтты. Сен мені сатпадың. Сен мені көрмей қалдым. Төкең шошып оянды. Үй іші тып-тыныш. Балалар ұйықтап жатыр. Түн ортасы. Ол ас үйге шықты. Сол баяғы үстел, сол баяғы орындық. Бірақ бір орын мәңгі бос. Сол бос орынға қарап отырып, Төкең ақырын ғана айтты. Кейбір адамдарды жоғалтпайсың. Оларды тек кеш байқап қаласың. Ол жарықты өшірді. Үйді жауып, жатын бөлмеге кірді. Есік жабылды. Ал сол есіктің ар жағында ешқашан айтылмай қалған бір сөз мәңгі қалып қойды. Мен сені әлі де тыңдағым келетін еді.